Қайырлы күн достар, бүгін біз сіздерге банк саласына қатысты кезекті кеңесімізбен бөлісетін боламыз. Бұл өзіңіздің несие тарихыңызды қалай білуге болатындығы жайлы. Қазақстан заңы бойынша несие тарихын Қазақстан азаматы жылына бір мәрте тегін көре алады. Ал екінші рет көргісі келсе, онда қосымша ақылы түрде, яғни ақы қаражат төлеу арқылы ғана бұл мүмкіндікке қол жеткізеді. Несие тарихыңызды білудің жолы аса қиын емес. Ол үшін e-gov.kz электронды үкімет порталына кіресіз. Порталға кірудің бірнеше жолы бар. Енді бұның ішінде мен үшін ыңғайлысы бұл электрондық цифрлы қолтаңба кілтін енгізу арқылы кіру. Бұл барлығыңызда болғандығы жөн, өйткені кез келген уақытта қажет болады. Кіру үшін мінекей ауыс деп басталатын кілт түрін таңдаймыз. Одан кейін өзіміздің құпия сөзімізді енгіземіз. Жалпы ECP кілтті қалай алуға болады деген сұрақ туындайтын болса, онда менің каналымдағы видеолар бөлімінен көрулеріңізге болады. Мінекей ECP-ны қалай онлайн алуға болады деген тақырыппен тұр. Сондықтан бұл жерде егжей-тегжейлі барлығы кезең-кезеңімен түсіндірілген. Азаматтарға және бизнеске деген алғашқы басты бетінде бөлімдер тұр. Соның ішінен біз кеден және салықтар деген бөлімді таңдап аламыз. Кеден және салықтардың ішінде бізге керегі экономика және қаржы. Оның ішінде бізге қазіргі керегі дербес несие есебін алу. Мінекей мына бөлімге кіріп әрі қарай онлайн қызметке тапсырыс беруіміз керек. Жаңа ашылған терезеде біз онлайн сұрауды басамыз. Мінекей бізге жаңа бет ашылды. Дербес несиелік есептеме алу. Бірінші қадамды орындауға мінекей біздің барлық мәліметтеріміз автоматты түрде көрсетіліп тұр. Тағы да жұмыс телефонына енгізу керек деп жазған екен. Біз ол жерге басқа номерді жазуымызға болады. Мінекей енді барлығы дұрыс толтырылған. Енді келесі қадамға өтеміз. Келесі қадам бұл сертификаттың деректерін енгізу. Сертификатты таңдаймыз. Бұл сертификатта енді РСА деп басталатын сертификат түрін енгізуіміз қажет. Сертификат таңдалды, деректер енгізілді, ары қарай қол қою. Дербес несиелік есептемесіне арыз ойдағыдай тіркелінді. Сіздің арызыңыз өңделуде деп жазылған. Мінекей ішкі сәйкестендіру номері көрсетілген. Сіздің есептемеңіз 15 минут ішінде дайын болады. Ал өңделудің жай-күйін мінекей мына көрсетілген сілтемеге басу арқылы тексеруге болады. Мінекей қазір сағат 12:33, шамамен 12:50-ге таман есептеме дайын болуы керек. Мінекей жаңа ашылған бетте, яғни жаңағы сұранымдар өңделетін бетте, мінекей бірінші кредиттік бюроның дербес несиелік есептемесін онлайн алу деп жазылған. Сұраным өңделді деп тұр. Қазір бұны ашып көрейік. Сіздің дербес несиелік есептемеңіз дайын деген жазылып тұр, яғни ашуға болады. Мінекей менің несиелік тарихым ашылды. Ары қарай осының тарқатып асықпай қарап шығатын боламын. Және өзімнің банк тарихымен толықтай танысам осы күнге дейінгі. Сіздер де бұл мүмкіндікке жедел әрі ыңғайлы тиімді жолмен осылайша қол жеткізіңіздер. Келесі шығарылымда кездескенше аман болыңыздар. Каналға жазылыңыздар және лайк басуды ұмытпаңыздар дегім келеді. Рахмет.